Bugün sizlarda xizmatlarda atam menen şu 5 yaşımdan önce şu toylara çıkkam. Biz 2009-2008 yıldan önce bu emnilerde biz kengeytirip başladık. Kengeytirip bayağında ansambl, estrada Yunan emesin boyunca, jolun boyunca bardım. Bu kolumda turgan bu temirden kılıngan. Bunun negizi, murun biz sayılarda bayağında sayıdan aslında turgan taş bolçele. Bu murundan bu bardak çoğun ataları, şöngüneleriz bilet. Bu kayrak taş dep koyat. Kayrak taş. Bunu hem ozuga jarasha bayağında bir adamlarga bir sonun bir görünüş bola turgan emesi var. Şoň üçin hazır men buna karmap tur. Buna men sizlerge azma çertip berem koldan kelgençe. Ha, bir gelesim. Бұл жұмышты мен музыкальный жұмышты 11 жылдан бері қылып берем. Бұл жұмыс маға атамдан өткен. Мен өзім Қырғызстанда төрөлгөм. Научился в Узбекистане, в Фергане. Самый главный мақсадым не только в Кыргызстанда, но весь мирде танылыш. Менің инструментім бұл дойра. Это узбекская национальная, даже можно так сказать, перкуссионная. В основном только на бармақтар кетет, больше ничего, надо правильно и точно ударить. Bu 3 частка бөлінеді, бірақ мына. Hazır mına bu bir часть мына. Бұл часть бұл жөнөкөй туруп эмес. Бұл жактан эки тешиги бар, бирок ичинде баягында конусный дагы бир жезден кылынган эми материалдан кеткен. Ошону ошон үчүн бул основной баягында немени основной шул болот. Анан дагы бир немеси мына экинчи часть. Mana. Бұл жөнөкейлі турба бұл. Бұл жақтан қарсаңыз, бұл жақтан қарсаңыз, бұл жөнөкей. Мына сесі, бұл емі бая карнай, баяғы ұзақ немелерге, жерге чейін үніні ұқтыра тұрған немесі шул. Звук усилитель. Звук усилитель баяғында ұзақтарға. Қырғызстан елімізде көп чоң емелеріміз үшін делегация бойынша, мысал үшін башқа за границадан келген меймандар күтіп алабыз. Анан ошого окшогон бир жакшы немелерди, урсанчылыктарды келгенде Кыргызстан атынан биз кыргыз элин үчүн Кыргызстанда бардык элдерибизди атынан чыгып, şu немелерди биз кошуп күтүп алабыз.